слушают только одну сторону. Почему мы, народ, мы тоже хотим говорить, у нас есть свое мнение. Почему нас топчут? Где наши права? Кто нас защитит? Кто гарант нашей свободы? Президенттің атына олар ұлы адам деп айтты, бірақ ол ұлы адам емес. Мысалға ақшты айтсақ, ояқта Вашингтон деп қойды. Бірақ оны атауға, оның шын негізінде құқығы бар. Себебі ол ақшқа тәуелсіздік әкелді. Және де Ұлыбританиядан босатты. Сол себепті оны Вашингтон деп қойға, олар сыйлайды оны. Себебі олар Вашингтон деп қойды. А бізде Нұрсұлтан деп не үшін қойды? Мен түсінбеймін. Ананы сатам деген кісіні атымен қойды. Ол ештеңке істеген жоқ, бірақ оны қоқ қойды. Бізден сұрамай қойды. Ояқта Вашингтонды. Бізден сұрамай қоқ қойды. Осыны халықты кінәлайды. Халықтың қанын ойнатып, нервісін ойнатып атқан өздерінің баласы қылды қылықтары. Айтыңыздар. Бүгін мына жерге не үшін келіп едіңіз? Мерекелеуге келдіңіз ба? Мерекелеуге келдім. Бірақ мына жерде тыныш отырған жерімнен өздері жаңағы келіп айқайлады да менің нервімді көтеріп жіберді. Әйтпесе мен ешкімге айқайлайын деп тұрғам жоқ. Қайта бүгін телевидениеге рахмет. Мен бүгін телевидениеге түсем деген жоқпын. Менің дауысымды біреу естиді деген жоқпын қайта. Естісін, жай халыққа полицияда, милицияда іштемеде керек жоқ. Тыныштық қана керек. Жұмыс салсын. Мен Алматыда ана АХБК-ден бастап жұмыс істеген адаммын. Қазақтар сол кезде Алматыға кіре алмаған кезде 17 жасымда келіп мен осында қалдым. АХБК, МИАС, комбинат, АДК ол кезде қазақтардың жұмысы. А қазір не бар? Мына АДК-ңда құлады, мына МТЗ-ңда құлады. Не қалды? Ана фабрика, түркісімсі, немет, фабрика болған мынандай нелердің бәрін. Оның бәрін Мерекелеуге келдік деп сөйлеп тұрған жігітті алып кетіп бара жатыр міне. Енді жаңа ғана сөйлеген жігіт болатын. Әзірге меніңше бірінші ғой деймін. Мына жерге шағын автобус әкеліп қойған екен. Бұл бас жағы шамасы. Почему забрали человека? Я русская, я хочу жить в свободном Казахстане. Понимаете? Вот почему людей среди бела дня? За что? Что он сделал такого, что его закрыли сейчас, а? Мы тоже против этого произвола. Мы вышли гулять. Люди, ну почему вы это делаете? Посмотрите! Вы посмотрите на своего народу! Что делаете? Теперь аналар жоқ па? Балдар жоқ па? Уйдите отсюда! Эй, что вы делаете? Все, давай, мы дальше. Позорники, позорники, позор вам. Вот этого мы хотим. Бір плакат ұстаған адамды алып бара жатыр, мінекей. Алып бара жатыр. Мына жерде полиция өкілдері жүр, мына жерде бір жастар, бір топ жас азаттық тілшілердің жұмыс істеуіне кедергі келтіріп жатыр. Ар жақта бірнеше автобусқа адамдар тиіп жатыр. Камераны ұстамаңыздар, қолыңызды алыңыз, қолыңызды алыңыз. Қолыңызды алыңыз. Міне көріп тұрсыз ғой. Участковый мырза бізге кедергі келтіріп жатыр, көріп тұрсыз ғой. Что ты мне свою руку показываешь?
бара жатырмын. Жоқ, сіздерге Наурыз мерекесі туралы. Руки свои уберите, я сколько раз сказал. Айтасыздар қазір, айтасыздар. Мына жерде жастар арнайы келіп, мына жерде өлеңін айтып, Наурыз туралы өлеңін айтып жүр. Наурыз мерекесінде не пайда мысалы? Наурыз мерекесінде не үшін түсіріп тұрасыздар соны? Біз Наурыз мерекесін түсіріп жатырмыз. Неге енді Наурыз Міне біздің қасымызда участковый жүр. Ол бірақ мына бізге кедергі келтіріп жатқан адамдарға түк істемей жатыр. Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Вы же вам говорю проблему, вы чего не слушаете, а? Болады. Айтайық. Вы же должны снимать людей, а не проблему. Сегодня вообще-то у нас праздник. Мен операторымыз тиіспеңіздер. Ойымда аңды айтып алайыншы айналайын.